Мотоцикліңіздің коммутаторын айырбастадыңыз, бірақ сонда да тоқ шықпай тұрса, онда мына видеоларды толығымен көріп шығыңыз. Сәлем қайырлы достар, мынау екі коммутатор. Мынаған 6 тоқ сым кіреді, ал мынаған 5 тоқ сым кіреді. Бұл екеуіндегі ұқсамастық, екеуінің динамодан шыққан тоқтары ұқсамайды. Әрі бұл екеуінің жұмыс жасау қағидалары ұқсамайды, соған байланысты. Енді мынау алдыңғы видеода көрсеткен 5 тоқ сым кіріп тұрған коммутатордың тоқ жолы. Енді 6 тоқ сым кіріп тұратын коммутатор негізгі үлкен тоқ жолы ұқсайды да, мына жердегі мына екеуіне келіп тұрған тоқ ұқсамайды. Енді әзір 6 тоқ сымдықта, мынау әзір 5 сымдық. Енді 6 сымдық болатын болса, 6 сымдықта мына 6-шыға келіп тұрғанға аккумулятор жұмыс жасамайды ол кезде. Ол кезде аккумулятор жұмыс жасамайды. Ол 6 сымдыққа мына датчик холда, мынандай динамода бөлек мынандай бір бас болады. Осыдан шыққан мынандай бір қызыл сызықты қара тоқ сым бар. Осы келіп жалғанады 6-шыға. Мынандай ғой. Мына датчик холдағы. Осындай құлақшаларда. Осындай бір тоғыраған құлақша болады жаңағыдай. Содан шыққан тоқ осы 6-ға келіп жалғанады. Сол кезде мына коммутатор тоқ береді. Ал ол кезде мына 5-ші тоқ қара тоқ сым болып шығады. Ақ сызықты қара. Бұл мотоциклді өшіру үшін жұмыс атқарады. Ол кезде мысалы 6 тоқ сымдықтыға. Түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Алдыда сол туралы да арнаулы видеолар түсіріп салатын боламыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.